Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша бірқатар жүйелі реформаларды жүзеге асырып жатқанын білеміз. Бұл бағытта халықаралық құрылымдармен алдымен ФАТФ-тің ұсыныстарын орындау аса маңызды. Ұйым тұрақты түрде заңнаманың сәйкестігін бағалап отырады. Бұл талаптарға сай болмау еліміз үшін беделдік және экономикалық жағынан айтарлықтай тәуекелдерге әкелуі мүмкін. Соның ішінде сұр тізімге енгізіліп қалу қаупі де бар. Осыған байланысты мен келесі сұрақтарым. Бірінші, Қазақстанның қолданыстағы заңнамасы ФАТФ-тің 40 ұстанымына, оның ішінде техникалық сәйкестік пен тиімділік өлшем шарттарына қаншалықты сәйкес келеді? Екінші сұрақ, алдағы уақытта елімізге қатысты кезекті өзара бағалау процесі жоспарланып отыр ма? Қазақстанның халықаралық қаржы жүйесіндегі сенімді серіктес ретінде мәртебесін сақтау үшін қандай нақты шаралар қабылданып отыр? Сұрақтарға нақты қысқа жауап берсеңіз. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Айтып өткендей, ФАТФ-тың 40 ұсынымы бар. Оның 33 ұсынымы бойынша сәйкестеген баға алғанбыз. Ал 7 ұсынымы бойынша ішінара сәйкестеген баға берілген. Қазіргі алдыңыздағы заңнамаға заң жобасын қабылдаған жағдайда бүкіл ФАТФ-тың ұсынымдарына сәйкес боламыз.